Біздің мал базарда міне сөк талқандар сатылып жатыр. Енді бұл жерде біздер сөк деп сөйлейміз мынаны. Кейбір жерлер тары дейді екен. Бізде тары деп шикі әлі піспеген түрін тары дейді да. Өз қолымен шығарып жатырмын. Мал базарға тары дейді екен бұл кісілер. Біздер енді сөк деп қоямыз, піскенін, қуырылғанын. Мал базарға келсеңіздер, мына өзім жасап жатырмын. Көрдіңіз ба? Міне сөгі. Мына талқандар ненікі әрқайсысы? Мынау жүгерінікі, мынау. Жүгерінің талқаны? Аха. Алдыңда бадырлақ шығарады. Мынау жай жүгерінің талқаны, бәрін өз қолымен істеп жатыр. Мынау тарыныкі. Аха. Бағасы бір ма әлде бөлек па? Мынау 1000 теңге, мынау 800. 800, е? Мынаның жүгерісінің өзі 700-ден. Я, ана бадына жүгері ғой, сіздің айтып жатқаныңыз. Бадына жүгері. Міне осындай Ұзынағаштың мал базарында өздерінің кәсіптерін ашып дөңгелетіп жатыр мына кісілер. Маған анау сөктен 1 килограмм беріңіз. Я. Негізі обычный мен дәм татып барып алатын едім. Бүгін келмей тұр оған. 1 килограмм. Осыдан и мына ортадағы талқаннан 1 килограмм беріңіз. Міне Ұзынағаш мал базарында қазір біздің арнаның сілтемесін айтам иесіне. Қандай көлемде болса да, қанша килограмм болса да, өздерінің тіршіліктері бере алады, сатады осындай.